Дәулеті тасыған бір жігіт әкесінің зиратын тазалату үшін зиратқа келеді. Сол жерге келсе, шөп шауып жұмыс жасап жүрген бір жұмысшыны кездестіріп, ол кісіге ақыңды берейін, әкемнің зиратын тазалау керек дейді. Сонда жұмысшы ақы бермей-ақ қойыңыз, сауап үшін мен былай да тегін реттеп берем депті. Тек қана әкеңіздің жатқан жерін көрсетсеңіз болды деген екен. Жігіт жұмысшыны ертіп әкесінің жатқан жеріне апарады. Мазарды тазалап реттеп болғанша сол жерде қарап отырады. Жұмыс біткен соң әлгі жігіт жұмысшыға рахметін айтып, қайда барасың, жүр апарып салайын дейді. Жұмысшы бұл ұсыныстан бас тартып, зираттың маңында тұрған қымбат көлікке қарай бет алады. Көлігіне отырғанда әлгі жігіт артынан келіп, мынау кімнің көлігі деп сұрайды. Бұл менің көлігім деп күліп жауап береді жұмысшы. Сонда әлгі жігіт, сен кімсің өзі деп сұрайды таңдана. Сонда жұмысшы, бүгін жұмысшымын, ертең кәсіпкер, арғы күні мәйітпін деген екен. Бауырым, байлықтың мастығы басып кетпесін деп, аптасына бір рет осы мазарға кеп жұмыс істеймін деп, жұмысшы жігіт өзінің жөніне кете берген екен. Адам мен деген өз тәкаппарлығының құлына айналады екен. Біздер ештеңесіз келеміз, ештеңесіз кетеміз. Шахмат ойыны аяқталған соң король да пешка да бір қорапқа салынады. Өмірде де сондай, бай да кедей де бәріміздің баратын жеріміз бір. Жас та өтер, кәрі де өтер. Қамшының сабындай бұл жалғанда сыйласа алмасаң, сол бекер. Кеудеңде жаның барында бауырлық таныт бауырға. Өзектен теуіп, өзгені өзімшілдікпен ауырма. Өмірден талай пенде өтер, сен де, мен де, ол да өтер. Көңілін достың жығарсын, туыстың ісін сынарсың. Қадырын білмей жүргенде қабірін қазып жыларсың. Жан таласқанша жан жақпен жан тапсыратын күнді ойла. Бақилық барлық бабамыз, бізде сол жерге барамыз. Қара жер суық алғанша суымасыншы арамыз.